үйіміздің кіреберіс бөлігі. Алдымызда осындай ұзын холл тұрады. Оң жағымызда қонақ бөлмесі, сол жағымызда екі жатын бөлмесі. Және де туалет ваннасы, одан әрмен кіші коридор арқылы ас бөлмесіне өтеміз. Қонақ бөлмесін тамашалайық. Көріп тұрғандарыңыздай қабырғалар aboйланған, едені ламинат, ремонттар өте үйлесімді жасалынған. Бұл бізде бірінші жатын бөлмесі. Балкон арқылы терезесі жанына қарап тұр. Бұл бізде екінші жатын бөлмесі. Балалар бөлмесі ретінде қолданылады. Ваннаның бөлмесі. Және де туалет толықтай капельденген. Бұл бізде ас бөлмесінің көрінісі. Терезесі көше жақ бетіне қарайды. Құрметті достар, осы пәтер жайлы толық мәлімет білгілеріңіз келсе,